мемлекеттік рәміздер. Бұл біздің мемлекетіміздің, біздің егемендігіміздің берік негізінің бірі. Олар тәуелсіздіктің қасиетін біріктіруші образын білдіреді. Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы Конституциясы заңы 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекет егемендің бір тұстағы бейнелейтін нәрсе. Оның ажырамас бір бөлігі. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік киім мемлекеттік рәміздер болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік ортасында шұғыла күн. Оның астында қалықтап ұшқан храм мемлекеттік просто көгілдір түсті мата. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды және көгілдір түсті аясында шаңырақ түрінде бейнеленген. Шаңырақта айнала күн сәулесіне тарап оқтар шашылған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторы белгілі сәулетші Жандарбек Мәлібеков пен Шот Аман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Бұрын менің Қазақстанның әні ретінде танымал болған Қазақстан гимні 2006 жылы жаңарып парламентте бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекеттік басшысы салтанат ұлықтау рәсімінде орын алды. Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев.